Баршаңызға сәлем. Менің арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін 5 минутта дастарханнан жоқ болып кететін самса пісіргелі жатырмын. Ол үшін маған тұз, су және ұн қажет болады. Асқа илегенде етіп нан жайып аламыз, қамыр басып аламыз. Мен салмасына жабағының шек қарынын ет тартқыштан өткізіп, дәмдеуіштер қосып, капуста, пияз, сәбіз қосып, жақсылап қуырып алдым дәмдеуіштермен бірге. Енді асқа жайғандай етіп, нан сып аламыз. Міне менің наным жайып алдым. Енді жайған нанымызға осындай бір ас қасықты толтырып, арасын ашып салып аламыз. Сосын осындай етіп кесіп аламыз. Мен енді ең бірінші кескенім, ол енді үлкендеу болып шықты. Келесілерін шағындап кесетін боламыз. Нанның ашық жерінен кесіп аламыз. Осындай фигура шығу керек. Тағы да келесі самсаларымызда осындай бағытпен жасай береміз. Енді мен нанның шетін осылай нанды экономдау үшін 3 бұрыш қылып кесіп жіберейін деп жатырмын. Енді қалғандарын бетін жабамызда. Өзіңізге қалай ыңғайлы болады, солай жасай беруге болады. Менің қолымдағы қытырлақ кесетін құралды мен базардан сатып алған болатынмын. Арзандау болғаннан кейін ала салғанмын. Бірақ өте нашар болды. Егер алатын болсаңыздар, бұндай түрін алмай қойсаңыздар дегім келеді. Мен әрең дегенде қатты басып тұрып кесіп алып жатырмын. Қиындыққа түсіп жатыр маған. Негізінде менің үйімде өзімде біреу емес екеуі бар еді. Мен қазір уақытша Алматы қаласында тұрып жатырмын. Сосын арзандау дүниені ала салғанмын. Бірақ оның бекер болды. Арзанның желігі татымайды деген сөз бар. Енді қайнап тұрған майға осылай екі жағы қызарғанша пісіріп аламыз. Құрметті менің оқырмандарым, егер менің видеомны жатса, менің арнама тіркеліп, пікірлеріңізді қалдырып, лайктарыңызды басуларыңызды сұраймын. Менің арнамда әлі талай жақсы дәмді тағамдар болады. Міне менің самсам осындай болып шықты. Аяғына дейін қарағандарыңызға көп рахмет айтамын.